Қайырлы таң. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз? Жақсы, рахмет. Енді біз көрермендерімізге естеріне сала кетейік. Қымбатты көрермен, тікелей байланысқа шығып, бізге эфирге, қонаққа өздеріңіздің сауалдарыңызды, бір мәселелеріңіз болса, омыртқа, арқа, бел ауруларына қатысты сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирде хабарласып қойсаңыздар болады, біз күтеміз. Енді Саламат мырза, өзіңіз де білесіз, жалпы дүниежүзі денсаулық ұйымының мәлімдеуінше, осы әлемдегі 85% адам осы омыртқа, жалпы сүйек ауруына шағымданады. Соның себептерін айта кетсеңіз. Себептері өте көп. Біріншіден, қазір біз пандемия кезінде бәріміз үй шаруашылықта үйде отырып қалдық. Сол себептен көбісі қимылдамайды. 25 жасқа дейін біздің омыртқаларымыздың өзінің жаңағы шеміршек дейміз ғой, дискісінің өзінің тамырлары болады 25 жасқа дейін. Сол тамыр арқылы қан барады. Ал 25 жастан адам өсе келе сайын ол тамыры бітеліп жабыла бастайды. Өйткені адамның салмағы баса бастайды. 33 жасқа келгенде омыртқа толық қалыптасады. Ары қарай жаңағы шеміршектің қаны жеткізілмейді ғой. Сол жеткізбеушіліктен ол ашыңқыра бастайды. Демек, аш болғаннан кейін ол өзінің жаңағы пайдалы заттарын, ақуыздарын, жаңағы витаминдерін қайдан алатынын білмейді. 25 жастан кейін жаңа тамыры бітелгеннен кейін ол жанындағы не бар ғой, бұлшық ет, арқаның бұлшық еттері. Сол қимылдаған сайын сол жерге қан келеді. Сонда бұлшық еттен ұрлап қоректене бастайды. Ал бізде егер ауыр салмақ болса, мысалы, дұрыс емес отырсақ, әсіресе қазір мектеп жасынан бастап балалардың парталары дұрыс емес, отыру тәсілдері дұрыс емес болады, сабақ оқыған кездері дұрыс емес, бәрі телефонда отырады. Сол себептерден жаңағы дискі о жерге итак қан бармайды. Итак жаңағы пайдалы заттар бармағандықтан шеміршектері желіне бастайды. Соңында ауыр салмақ болған кезде немесе дұрыс емес отырғаннан пайда болып жаңағы шеміршегі, ортаңғы шеміршегі. Сол жерде центральный ядро дейді, ядросы бар. Сол ядро ол жидкий нәрсе. Сол ядро жарылған кезде грыжа пайда болады, ағып кеткен кезде. Сол грыжа жанындағы нервтарды қазір суреттер болады, сол суреттерде көрсетеміз қалай екенін. Сол нервті басып или немесе қысып қалған кезде, сол кезде ауырсыну симптомдары пайда болады. Грыжа пайда болады дедіңіз. Мен өмірдегі грыжа дегенді естігенде, өзім ағамның грыжамен ауырған есіме түсті да. Ол кісі грыжа болған білмеген. Жай самалдақ қалған немесе ауырады, ертең қояды деп жүре береді. Негізі көп адам осы грыжа болатын білмейді. Көбісінде симптомы білінбейді, өйткені неге білінбейді? Өйткені жаңағы тесілген шеміршек ағады ғой, аққанда жаңағы жанындағы нервті қыспауы да мүмкін. Егер ол артқа қарай ағып кетсе, ол жақта нерв жоқ. Сол кезде ол қысылмайды. Сол кезде адам түкті сезілмейді өзін. Ал егер жанына аққан кезде жаңағы нерв бұтағын тиіп кетсе, сол кезде ауырсыну симптомдары пайда болып, адам уже шағымдана бастайды. Саламат мырза, енді дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сауалын тыңдасақ, сұрағын. Қайырлы таң, сіз эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң. Мен Алматыдан хабарласып едім, есімім Данияр болады. Жасым 30-да. Мен осы жақында ғана жаңа грыжа деп айтып жатыр ғой. Грыжа болып орнымнан тұра алмай қалдым. Сосын барып тексеріліп, түсіріп едім ғой арқамды, белімді. 3 жерден грыжа бар. Дауысыңыз естілмей жатыр. 3 жерден грыжа бар деп тексерген кезде көрсетіп тұр. Содан кейін жаңағы мен орнымнан тұра алмай қалыппын. Соны енді дәрігерлер маған жаңағы дәрі-дәрмектер укол жазып береді ғой, оған менде аллергия екен. Соны енді қалай емдеуге болады, бассейнге бару керек, йогамен айналысу керек дейді, оған уақыт жоқ қазір. Қазір обезболивающий ішіп, сөйтіп қана жүрмін да. Сіз сонда томография түсіріп бердіңіз? Түсірдік, 3 жерден жаңағы грыжа деп тұр. Жақсы. Демек қараңыздар, бұнда қандай нәрсе?
біріншіден грыжа болса, демек жаңағы шағымдары бұл кісінің ол жаңағы нервті бұтағын тиіп тұр деген сөз. Жаңағы уколдар берілген, оған аллергия бар дейді, ол уколдарды алса да, ол толық ем болып есептелмейді. Себебі ол уколдар жаңағы қабынуды бастыруға арналған уколдар болып табылады. Амында мәселесі, ең басты мәселесі ол жаңағы шеміршектің тесілуі. Демек, оған сізге ең біріншіден ауыр емес жаттығулар жасау керек. Екіншіден, сол жаттығуларға қарай созу тәсілдерін жасау керек. Егер білмеймін, Алматы қаласынан деді ме? Алматы қаласынан. Алматыда көптеген, ол үлкен қала болғандықтан көптеген жаңағы невропатолог немесе остеопат мамандары бар. Соларға жүгінсеңіз, солардан сұрасаңыз болады, созу амалдары, оны вытяжка деп аталады, тракция деп аталады. Тағы да сол тракцияға барсаңыз, сол жерден сізді созып, жаңағы шеміршекті орнына қойып беру тәсілдері болады оның өзінің. Сол орнына қойып бергеннен кейін арқаның бұлшық еттерін нығайту керек. Сол бұлшық еттерді нығайтқан кезде жаңағы шеміршек өзін үстіп ары-бері қозғалата берген сайын 1 жыл, 1,5 жыл күнде істесеңіз жаттығуларды, сол жаңағы шеміршекті өзіңіз ішіне кіргізіп жіберуіңізге болады, сондай мүмкіндіктер болады. Ал енді біздің медицинаға жүгінсеңіз, традиционный медицина дейміз ғой, ол жерде сізге егер грыжаның көлемі үлкен болса, демек отау жасау керек болады деп айтады. Бірақ біз өзіміздің енді практикамыз бойынша отау жасатпаған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені отау жасатқаннан кейін де ол грыжа кетіп қалмайды ешқайда. Одан кейін ары қарай да асқынуы мүмкін. Сондықтан да профилактика жөнінде жаңа бірінші егер салмақ артығыңыз болса, сол салмақ тастау керек. Екіншіден жаңағы мен айтқан тәсілдерді істесеңіз, бірталай жеңілдік пайда болады. Ең бірінші сол вытяжка, демек жаңағы шеміршектің арасын ашқан кезде грыжаның жаңағы шығып тұрған жері, соны жайлап ішіне кіргізген кезде жаңағы нерв бұтағын қатты баспайтын болады сол кезде. Жаңа енді айтып жатыр ғой Данияр мырза, бассейнге барсын деп айтты, йогаға қатыссын деп айтты деп. Енді осы денесінде жаңағы омыртқасында грыжасы бар адам өз-өзін қандай нәрселерден шектеу керек? Мәселен, алкоголь болмайды деген секілді бар ма сондай қағидалар? Енді алкоголь енді тік байланысы жоқ. Ал енді мұнда енді ауыр нәрсені дұрыс көтеру керек. Біз енді өзіміз дұрыс көтере алмаймыз ауыр нәрсені. Себебі біз көтерген кезде, мысалы, зат жатса, біз бүйтіп еңкейіп көтереміз. Өйткені салмақтың бәрін бүкіл омыртқаға нагрузка береміз. Ал бізде омыртқаның ұзындығында 4 өзінің отделдары болады. Демек, мойын отделы 7 омыртқа, кеуде отделы 12 омыртқа, сосын жаңағы бел омыртқалары болады. Сол ең мощный ол бел омыртқалары. Егер сіздер естеріңізге түсірсеңіздер, жаңағы штангисттер, жаңағы Илья Ильин, солар үлкен ауыр салмақтар көтереді ғой. Сол кезде олар бүкіл нагрузкасын аяққа және де беліне қарай береді. Өйткені белдің омыртқалары мынандай үлкен омыртқа болады. Солар бүкіл біздің денеміздің салмағын солар ұстап тұру керек. Қазір біз дұрыс емес отырғаннан, дұрыс емес қимылдап, дұрыс емес салмақты көтеріп, баланы дұрыс емес көтерген кезде біз өзіміз шетіне бастаймыз омыртқамызда. Сол кезде анау дисктің жарылуына себептер көп. Өзіміздің сөйтіп жасаймыз да. Содан жаңағы ушықтыру мәселелері болады. Сондықтан жаңағы көптеген асқыну мәселелері содан пайда болады. Енді біздің дәл қазір көрерменімізге бір жаттығулар көрсетсек, омыртқаға пайдалы деген, жаңа қисаюына, грыжа болудан сақтайтын. Хорошо. Ең бірінші сізге белде болғандықтан сізге белге қатты нагрузка бермеу керек. Демек, бұл жаттығуды кез келген адам істей алады, бірақ ол жаттығуды абайлап асықпай істеу керек. Демек, ең алдымен бірінші созылу керек. Дене қыздырып алу деген бар ма? Ең алдымен бірінші денені созамыз. Өйткені жаңағы омыртқаны артқа қарасаңыз, белде омыртқалардың осы жердегі грыжаларды біз созу керекпіз. Демек, біз аяғымызды ұшына тұрамыз да созыламыз. Әсіресе таңертең, мысалы, егер бүкіл жануарларды қарасаңыздар, ит болсын, мысық болсын, таңертең тұрғаннан кейін созылады. Неге? Өйткені түнде ұйықтаған кезде олар омыртқалары жанталып қалады, омыртқалар қатып тұрғандықтан қан бармайды. Сол кезде ұйый бастайды, сол денесін ояндыру үшін созылған кезде де өзің ұйқың былай ашылады. Мынау біз өзіміз тұрып былай қытырлатамыз ғой, арқаны, нені, мойынды, сол қаншалықты дұрыс?
Енді оның зияны да жоқ, пайдасы да жоқ. Демек, әсер ештеңе қылдырмайды. Иә, өйткені ученыйлардың бұрын айтатын, үйді қытырлатпа, сары су жиналады деп айтатын. Бірақ ученыйлар зерттеп, 15-20 жылда зерттеген адамдарды, мысалы, жас кезінде қалай қытырлатып жүрді, кеш кәртейгенге дейін қытырлатып жүргеннен кейін оның өзгерісі ешқандай болған емес. Сары су да жиналмаған, демек оның зияны да пайдасы да жоқ деп айтады. Жаттығуымызды жалғастырсақ. Демек, бірінші созыламыз, созылып ұшымызға тұрып, содан кейін барып осындай іс-әрекеттер жасаймыз. Оңға, қалай айтса болады, мына жағыңызды созып атсыз қой, созған жағыңызды жоғары қарай көтерген дұрыс болады. Былай қарай міне қатты, сосын солға қарай қатты созыламыз. Содан кейін ол уже жату упражнениялар. Жатып тұрып, денемізді көтереміз, түсіреміз, аяғымызды көтереміз, түсіреміз. Отжиманием бір түр. Жоқ, ет бетімізде жатады. Сол себептен жатқызайын ба? Жатқызыңыз. Міне, былай қарай жатасыздардағы, денені көтересіздер, аяқты көтересіздер. Содан кейін барып, мына жаттығу ең пайдалы жаңа бел грыжасына. Осылай қарай аяқты қоясыздар, қолды жан жаққа, оңға, және де солға, оңға, солға. Содан кейін барып, мына жақтан грыжаны ішіне кіргізу үшін мына жаттығуды, соның бәрін істеп болғаннан кейін, былай қарай көтеріліп түсіресіздер. Демек, сіздер арасын ашып, жапқан кезде грыжаны өзіне ішіне кіргізу тәсілдерін жасайсыздар. Нағыз төсекте жатып істей беретін жаттығулар екен ғой қазір. Адам жалқауланады ғой қазір көбінесе. Өйткені бәрі техникаға айналып кетті да. Енді Саламат мырза отырып жалғастырсақ. Мен сізге айттым ғой, бағана ағам осы грыжамен ауырған кезде өз-өзін емдейтін таппады. Дәрімен де емделмеді, қанша дәрігерлерге барды. Ең соңғы кәрі бір апамыз болған, сол кісі айтқан, турникке тартылсаң, ол кісі 1,5 жыл грыжамен жатып қалған екен. Турникке тартылу арқылы өзінің грыжасын толығымен жазып шыққан 6 айдың ішінде. Дәрілерсіз? Иә, дәрілерсіз, ештеңесіз. Осыған не айтасыз? Өйткені жаңа ғана біз айттық, созу тәсілдері дедік, вытяжка дедік. Адам жаңа турникке асылып тұрған кезде, жаңағы баяғыда шведский стенка болатын, турник, соның бәрі неге пайдалы? Бел омыртқаларын босатуға арналған. Сіз именно былай турникке тартылып емес, именно асылып тұрған пайдалы болып келеді. Өйткені асылып тұрған кезде бүкіл денеңізді босатсаңыз, оңға солға қозғалған кезде омыртқаларды бүйтіп босатасыз. Өзіңіздің салмағыңызбен босатасыз. Ал егер жаңағы мамандарға барған кезде, олар жаңа сухой скелетный вытяжкалар болады, подводный вытяжкалар болады, су асты вытяжкалар дейді. Демек, судың астында груздарды аяққа байлайды дағы, аяқ жақтан созады, мойынды бүйтіп біліп қояды. Сол кезде бүкіл омыртқалар арасын ашылған кезде, жаңа грыжалар ішке кіреді. Иә, грыжалар шығып тұрған грыжалар ішке қарай кіреді. Иә, түсінікті. Саламат мырза, көп-көп рахмет.